ертеде кемпір мен шал болыпты. Бір күні шал кемпіріне: қаптың қағып пісіріп бер. Кемпір қаптың түбін қағып, бал қаймақ қосып, бауырсақ пісіреді. Кемпір бауырсақты суысын деп терезе алдына қояды. Ал бауырсақ болса, іші пісіп, ары қимылдап, бері қимылдап, орманға қарай домалап кетеді. Бауырсақ орманда домалап келе жатып, алдынан қоян шығады. Бауырсақ балық, мен сенді қоям. Мен миза өлең айтып берем. Ятамнан қастым, япамнан қастым, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Бауырсақ қоянға өлең айтып, алдап, қояннан қашып кетеді. Бауырсақ ормандан домалап келе жатса, алдынан қасқыр шығады. Бауырсақ орманда келе жатса, алдынан қорбандаған аю шығады. Бауырсақ Бауырсақ, мен сенді қоям. Бауырсақ орманнан домалап келе жатып, алдынан қу түлкі шығады. Бауырсақ түлкіге өлеңін айтып атқанда, қу түлкі бауырсақты ап деп жеп қояды. Бауырсақ ертегісін сомдаған ата Сұлтан Шахмалик. Апа рөлін сомдаған Ғалымжан Аяла. Бауырсақ рөлін сомдаған Ғалымжан Аяла. Қоян рөлін сомдаған Расылхан Аяла. Қасқыр рөлін сомдаған Ізбасар Алихан. Аю рөлін сомдаған Балтабай Ермахан. Қу түлкінің рөлін сомдаған Балтабай Ермахан. Балалар, сендерге көп рахмет.